Абылайхан атындағы университетінің онлайн құжат тапсыру парақшасына қош келдіңіз. Құжаттарды онлайн тапсыру туралы бейне нұсқаулықты ұсынамыз. Жеке ақпарат бөлімінде жеке куәлік бойынша өзіңіз туралы ақпаратты толтыру қажет. Тегі, аты, әкесінің аты. Егер құжат бойынша әкесінің аты көрсетілмеген жағдайда, сызықша қоямыз. Енді жеке куәліктің алдыңғы жағын, содан кейін артқы жағын жүктеңіз. Жүктелетін барлық құжаттар PNG, JPEG немесе PDF форматтарында болуы қажет. Келесі толтыратынымыз: ұлты, азаматтығы, байланыс телефон нөмірі. Содан кейін жеке сәйкестендіру нөмірін толтырып, электрондық поштаңызды жазыңыз. Келесі қадам: тұрғылықты мекен-жайыңызды толтырыңыз. Білім туралы ақпарат бөлімінде түсетін оқу бағдарламасын таңдайсыз. Егер сіз мектеп немесе колледж бітірген жағдайда, бакалавриат таңдайсыз және бітірген оқу орныңызды белгілейсіз. Мектеп немесе колледж. Келесі қадам: ОБТ сертификатының нөмірін және қай тілде тапсырғаныңызды белгілейсіз. Осыдан кейін білім құжаттарын, аттестат және аттестат қосымшасын жүктейсіз. Жүктеу кезінде барлық файлдарды бірге таңдау керек. ОБТ сертификатын жүктейміз. Сертификат бойынша бейіндік пәндерді белгілейміз. Және оқу бағдарламасын таңдаймыз. Оқуға түсу байланысты қаржыландыру көзін белгілейміз. Грант немесе келісім шарт негізінде. Квоталар мен жеңілдіктер бөлімінде көрсетілген категориялар сізде болған жағдайда, белгілеп және оларды растайтын құжаттарды жүктеңіз. Келесі бөлім басқа аймақтардан келген талапкерлерге арналған. Жатақхана қажет немесе қажет емес екендігін белгілейсіз. Егер сіз иә деп белгілеген болсаңыз, онда сізге көрсетілген қажетті құжаттарды жүктеу керек. Жүктеу кезінде барлық файлдарды бірге таңдау керек. Соңында жолдау түймесін басыңыз.